Бүгін біз Overwatch'та сброс на заводские настройки жасауды үйренеміз. Яғни жаңадан бір контроллер келсе, немесе таныс емес белгісіз ішінде программалары бар контроллер болса, соның барлық настройкаларын сброс жасап, өзіміздің программаны загрузка жасауды үйренеміз. Ең алғашқы инструкцияға қарасақ, CPU-да 3 мод бар. Init, stop, run деген. Жұмыс істеп тұрған кезде контроллер run деген модта тұру керек. Контроллерді ректен шешкен кезде үстіңгі жағында платаның көрініп тұрады. Заводской настройка жасау үшін контроллерді ректен шығарып, бірінші контроллерді оны init позициясына қоямыз, ал екінші контроллерді алып тастаймыз ректен толығымен. Init позициясына қойып, бірінші CPU-ды қайтадан ректқа қоямыз, ол жақ позицияны. Қазір загрузка жүріп жатыр ол контроллер, енді оны қосылғаннан кейін, питание берілгеннен кейін, оған тікелей қосылуға мүмкіндік болмайды. Мысалға бізде қазір ресурсқа басып, онлайнды бассақ, мынау бізде проектте тұрған IP адресі, System ID, осымен Ctrl-A-ді басып кірсек, бізде кіру мүмкіндігі болмайды ол контроллерге. Бұндай жағдайда біз хардверға басып, онлайн, to model логин дегенді басамыз. Ол тікелей CPU-дің өзіне жалған olan кнопка. Осы жерде біздің CPU ректағы бірінші CPU тыңдап, search'ті басамыз. Контроллердің MAC адресін енгіземіз. Яғни бізде init позициясына қойған кезде контроллер init позициясында System ID по умолчанию 60.000-ға көшіп кетеді, және по умолчанию IP адресқа көшеді. Бұны біз қазір өзгертсек те болады, өзіміздің проектте жобамызда қалай тұр сондай қылып. Немесе сосын да өзгертуге болады, бірақ қазір өзгерткен ыңғайлырақ болады. Келесіде логин жасаған кезде қайтадан сервер қосу үшін. Сондықтан change дейміз да. Өзіміздің жобамызда қандай System ID қойылған, соны енгіземіз. IP адресті дұрыстаймыз. Ctrl-A және write. Запись жасаймыз. Жазамыз контроллерға өзіміздің IP адресі мен System ID-ді. Successful деген жаздан кейін оларды жауып, жауып тастаймыз. Енді осыдан кейін CPU-ға 2 рет басып қайтадан IP адресімен, System ID-мен логин жасасақ, кіріледі. Бұл кезде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай mode switch init деген состояниеда тұр. Яғни инициализация состояниесінде тұр кейінгі. Енді сброс жасау үшін заводской настройкаға maintenance, reset, module factory settings'ке басамыз. Бұл жерде мына екеуін алып тастаймыз, reset IP адрес, reset system ID дегенді. Өйткені біз өзіміздің жобамызда қандай настройкалар бар, соны қойып алдық. Яғни оны сброс жасаудың қажеті жоқ. Қалған басқа программаны, логиканың барлық настройкаларды сброс жасалады қазір. Өте басамыз. Сәтті аяқталды, successful деп шықты. Осыдан кейін бізде қазір бір ғана CPU болғандықтан, бұл CPU-ды біз онлайн стартап set mono redundancy operation деп мононы таңдаймыз, моно состояниесіне көшіреміз. Күшті. Енді бұл терезелерді жауып,
жаңағы цпу-ды ректен шығарамыз және run состояниесіне қоямыз, ауыстырамыз. Қайтадан редке қоямыз. Қазір бізде цпу-ға жалғанған кезде оған ресурспен онлайн арқылы кіре аламыз. IP адрестері барлығы дұрыс. Жобамыздағыдай. Контрол-A басып, логин деп контроллерді дұрыс алып алсын. Бірақ ішінде программа болмайды, өйткені біз программа барлық настройкаларды, қалған настройкалардың барлығын өшіріп тастадық. Бұл әлі загрузка жасалмаған сияқты. Source онлайн. Қазір міне цпу контрол панельге кірді. Көріп тұрғандарыңыздай stop invalid configuration. Қазір мысалға мен ол стартты бассам, ол қосылмайды, өйткені ішінде ешқандай программа жоқ. Енді осы состояниеда бізде мұнда кіріп download жасасақ болады программамызды. Мынау активация жасайды автоматически. Сәтті аяқталды. Табамыз. Енді цпу-ны қоссақ болады. Қазір stop valid configuration-нан runға көшу керек. Run күйіне көшті, бірақ әлі error бар, өйткені бізде redundant болғасын екінші цпу-ды көрмей тұр. Мына жерден көре аламыз. Specific data multi-CPU1 run, multi-CPU2 unknown. Енді екінші цпу-ды келіп редке қойсақ, өз орнына ол автоматты түрде барлық программа, барлық настройкаларды өзіне қабылдап алу керек. Мына жерде қазір run деген шығады. Қазір міне екінші цпу runға көшті. System ID барлығы 5 көрсетіліп тұр. System overview'да meta run состояние нормал. Яғни өзіміздің программамызға загрузка жасап, белгісіз бір цпу-ға бірінші заводской настройкаға бұрысып, одан кейін redundant қалпына келтіріп, барлық программамызды загрузка жасап болды.